Армысыз, қазақ елі? Қазіргі кезде түрлі видеолар шығады. Олардың ішінде көптеген видеолар, басым көпшілігі қазақ тіліндегі видеолардың басым көпшілігі сол негативтік түрде, мысалы билікке қарсы, бизнестерге қарсы, неше түрлі жағдайларға қарсы, орыстарға қарсы, орыс тілге байланысты видеолар, соларға қарсы. Сонымен бүгінгі күнде қазақтар, қазақша сөйлейтін қазақтар, оның ішінде әрине қандастар болсын, ауылдан келген адамдар болсын, қалада да тұрып жатқан қазақтар болсын, сол көпшілік көбінесе сол адамдар бүгінгі күнде сондай бір бүгінгі болып жатқан бүкіл саяси болсын, экономикалық жағдай болсын, соған қарсылық көрсететін адамдар көбейген сияқты. Соның ішінде көптеген адамдардың былай тыңдайын десең де тыңдағың келмейді, себебі олардың басынан бастап сондай бір жаман сөздерді айтады, балағаттайды, сондай бір дөрекі мінезді көрсетеді. Сондықтан олардың ішінде әйел адамдар да бар, сондықтан да ондай видеоларды қарамаңыз деп сізге сондай бір кеңес берейін деп отырмын, себебі түбі олардың түсінбеушілігі бар. Себебі жаман сөздерді мысалы пайдаланатын кісілер, ол көбінесе олардың тәрбиесі де шолақ, өздерінің білімі де, мәдениеті шолақ адамдар болады. Сондықтан олардың өздері түсінбейтін жағдайларды ашып айтамын десе де, олар түсінбейді, ол тақырыпты өздері түсінбейді. Содан кейін дұрыс емес, бұрыс жолмен сіздерді де өздерін де апарып қояды басқа жаққа. Сондықтан бүгін дәл қазір сіздің алдыңызға келіп отырған себебім осы, шындықтың басын ашу. Тағы да сізге ескертіп айтып кетейін, мен Алла тағаланың көптеген таңдаған адамдардың бірі Қазақстанға, осы орысша сөйлейтін мемлекеттерге және де басқа мемлекеттерге түсіндіріп, шындықты, әділдікті, не болып жатқан жағдайларды, неге болып жатқан жағдайларды, сонда бәрін түсіндіріп айтатын адамын. Сондықтан да менің ешқандай анандай біреуді бірдеңе үйретуге немесе міндеттеп істеңіз деген сөз жоқ. Тек қана сізге бәрін басын ашып, дұрыстап шындықты айтып берейін деп жүрген адаммын. Сондықтан біріншіден сізге айтайын дегенім, осы видеолар және де басқа жерлерде мүмкін сондай бір сөздер бар шығар. Сіздің барып жиналыстарда отырсаңыз, мысалы басқа жұмыс орында, отбасында, туысқандармен, достармен отырғаныңызда мүмкін осындай негативтік ойлар адамдардың қатарында шығатын шығар. Сізге айтайын дегенім, оған ешқашанда көңіл бөлмеңіз. Ондай нәрсе болмау керек. Бұлардың қорқып отырып, бір жағынан олар қорқады. Мысалы, көбінесе осындай агрессивтік түрде сөйлейтін адамдар, олар бірдеңеден қатты қорқып қалған адамдар. Өздері түсінбейді, содан кейін қорқып отырды, содан кейін мүмкін ертеңгі күні бізге жаманшылық істейтін шығар деген бір сондай бір себеппен сіздер өздері де и сіздерді де сондай бір керексіз уайымға, керексіз абыржу жолмен апарады, сонымен ешбір жауапкершілік алмайды ол үшін. Сол сияқты бүгінгі күнде сол билікке қарсы шығатын адамдар көбейіп кетті. Бұрыннан да бар, бірақ әрине бұрынғы Назарбаевтың тұсында болған жағдайларды жақсы білеміз. Әрине ол түсінікті, егер бәріміз де қарсы болсақ та, ол түсінікті жағдай. Алайда ол режим, Назарбаевтың режимі өзінше сондай біздің халқымыз үшін сондай бір сынақ болған көрінеді. Себебі бізді әбден сондай өте нашар жағдайға, мен мысалы өзіңіз білесіз, мен оны айтпай қойын, әрбір қазақ біледі Назарбаевтың отбасымен бірге не істеп кеткенін. Бірақ сонда да ол біз үшін сынақ ретінде келді. Себебі біздің ішімізде жатқан рухымыз, күшіміз, адалдығымыз, әділдігіміз, сонан кейін бір күш сияқты сондай бір бірлігіміз, ынтымақтастық мысалы бар ма жоқ па, соны көру үшін, соны білу үшін, өзіміз үшін ең алдымен сондай президентті берді бізге. Сондықтан біз әрине ол сабақты жақсылап түсіндік.
ол сынақтан жақсылап шықтық. Көптеген адамдар өзімен өмірін де берді, өздерінің денсаулықтарын берді. Кейбір адамдар кетіп қалды осы мемлекеттен, оны шыдай алмай, содан кейін шетте отырса да кейде бір осындай видеоларды шығарып отырады. Шеттегі адамдар, әсіресе әйел адамдардың айтқан сөздері кейде прям өте жиіркенішті болады, шыны керек. Сондықтан өте сізге айтайын дегенім, сіз өте абай болыңыз. Не болса соны тыңдамаңыз, кім болса соны тыңдамаңыз. Олардың сізді басқа жаққа кететұғын, ол бәрімізге де мәлім, ол түсінікті нәрсе. Сондықтан алдымен өзіңіз үшін шындықтың не екен, қандай екен түсініп, содан кейін барып қара мен ақтың арасын ажырату білуге шамаңыз болады. Сондықтан да билік туралы айтсақ, себебі сол билік біздің президентіміз ең алдымен сол көптеген сол негативтік ойларды айтатұғын, сөздерді айтатұғын билікке қарсы адамдар. Сізге айтайын дегенім, мынау бүгінгі болып жатқан мынау билік, қазіргі уақыттағы билік, ол сынақтан кейін берген бізге жақсы жағынан айтайын, бүгін негативтік нәрселерді айтпаймын бүгін. Тек қана шындықты, әділдікті сізге көрсетіп, түсіндіріп айтып берейін деп едім. Сол бүгінгі президентіміз үшін Аллаға рахмет. Неге десеңіз, ол кісі дипломат болғасын, осындай өте күрделі жағдайда, бүгін дүниеде болып жатқан өте күрделі жағдай, себебі біз қазір заман ақыры уақытында тұрып өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан осындай дипломатияны түсінетұғын, қарым-қатынасты жақсы түсінетұғын, сыйластық, құрмет көрсететұғын сондай бір президент, оқыған, мәдениетті адам, ата-бабасы да, ата-анасы да жақсы кісілер болған адам. Сондықтан тәрбиені көрген адам. Сондықтан осындай президентті берген үшін Құдайға мың алғыс. Сонымен қатар ол кісінің халық үшін істеймін деген ынтасы да бар, ол да көрініп тұр. Бір жағынан, егер қате жіберсе, әрине қателер болады, әрбір адам қате жібереді. Сондықтан қателер жіберсе де оны біз түсініп, бәрін кешіріп, оған ол кісіге көмектесіп, бүкіл билікке де көмектесуіміз керек. Неге десеңіз, бүкіл ел ол біздің еліміз. Бір адам бәрін істей алмайды, жалғыз өзі істей алмайды. Кім болса да ол жалғыз отырып ешқашан ештеңені істей алмайды. Бүгін егер мысалы біз осы экономиканың жағдайын қарап отырсақ, көп салық туралы көп сөйледік, жаңа кодекс туралы да, ол жаңа кодексті қайтадан қарастырып жатыр олар, оны жаңартады, жақсартады. Сол сияқты бәрібір бүгін халықтың не айтып отырғанын тыңдап отырған кісі, біліп отырған кісі. Бұрынғы президент сияқты өз қалтасына жинап отырған байлықты, өз қалтасына халықтың байлығын жинап отырған адам емес. Сондықтан оның әрине неше түрлі жағдайлар болып жатады, содан кейін ол туралы өзімен өзі түсінетұғын, өз басымен, өз жолмен түсінетұғын адамдар да бар, олар да келіп содан кейін сөйлет неше түрлі сізді соған сендіріп, сіздерді сендіріп неше түрлі нәрселерге и жолдан әкетеді сізді. Сондықтан да қазір сізге айтайын дегенім, ешқашанда ешкімге сенбеңіз. Себебі ешкім білмейді, ішінде жатқан нақты не болып жатқанын ешкім білмейді. Деректер жоқ қолыңызда. Тек қана біреудің айтып отырғанына сенбеңіз қашанда. Олардың егер ол мысалы сот арқылы шешім болса, егер ол журналист болса, мысалы бір сондай тексеріс жасаған кісілер болса, комиссиялар болса да, мысалы сонда бір шешімге келетін болса, сонда ғана мүмкін ол құжаттарға сенуге болатын шығар, ол адамдарға сенетін болатын шығар. Бірақ сонда да кейде сол бола тұра, сол құжаттар бола тұра, бәрібір қателіктер, көптеген қателіктер шығып жатады. Оның ішінде сотта да болып жатқан қателері өте көп бүгін. Сондықтан сіз өзіңіз ең алдымен өзіңізге сенуіңіз керек. Алдымен сенуіңіз бет. Өзіңізге сенім болса, онда басқа адамдарға басқа көзбен қарайсыз. Онда өзіңізді сыйлап, өзіңізге жақсылап қарап жүрсеңіз, мысалы, сондай бір тазалықты, жүректің тазалығын сақтап, әрқашан шындыққа, адалдыққа дайын болып тұрсаңыз, сондай жүрегіңізді соған әрқашан ынта көрсетсе, ынталанса, онда әрине ондай адам
ешқашанда не болса соған сеніп, не болса кім болса да оның артынан жүріп, олардың айтқанын айтып, мал сияқты жүрмейді ешқашанда. Сондықтан да сіз әр жағдайда ең алдымен өзіңіздің шешіміңізді алдымен қарастырып, ойластырып шығарған жақсы болады, дұрыс болады. Сол сияқты әрине көптеген басқа да жұмыстар бар биліктің істеп жатқан. Егер бүгін мысалы біреулерді абақтыға салып жатса, сіздер айтасыздар, әрине ол түсінікті жағдай. Кейбіреулер заңсыз отырған адамдар бар, мысалы, да. Оны түсіну керек алдымен. Ол неге түрмеге неге салып, ол кісіні неғып түрмеге салып қойды, оны алдымен түсіну керек. Бірден ол биліктің жағдайы осындай, біздің сотымыз жағдайы мынандай деп ұрсып, содан кейін ақыр аяғында ызаланып, бүкіл еліміз нашар, кетейік, осы жерден қашайық, балаларымыз да кетсін бұл жерден деп, неше түрлі сондай бір бұрыс шешімдерді қабылдап жатқан адамдар өте көп қазір. Сізге айтайын дегенім, алдымен сол шындыққа өзіңізбен, өз жүрегіңізбен, өз миыңызбен жетуіңіз керек. Саналы адам болсаңыз, парасатты адам болсаңыз, әрине ондай шындыққа көзіңіз жетеді, өзіңіз келесіз ол шындыққа, бірте болса да. Сондықтан бірден негативтік жағдайға, агрессивтік жағдайға ұшырамай, алдымен өзіңіздің ішіңіздегі жатқан дүниені дұрыстап, тазалап, сол адалдық пен әділдікті ең алдымен орнына қойып, содан кейін барып шешім қабылдауыңыз керек. Анау адам мынандай, мынау адам анандай деп. Сонымен қатар әрине кешірімдік болу керек. Егер бәріміз қате жібереміз. Мысалы, қазір сізді президент қойса, сіз білесіз ба жұмысты? Сіздің ешқашанда, мысалы, президент болмаған адам әрине білмейді. Оған біраз уақыт керек оны түсіну үшін. Қатесіз болмайды жұмыс. Қандай болса да жұмыс қатесіз болмайды. Себебі біз адамдармыз. Ең алдымен адам деген өзін ойлау керек. Егер әр адам өзін ойласа, өзінің тазалығын, мысалы, қазір далада жүрсек, кейбір футбольный поле дейді ғой, футбол ойнап жүрген балаларды көресің. Анандай двордағы неше түрлі балалардың, кішкентай балалардың ойнайтын карусель, качельдар бар, песок, да, дейміз, андай ата-анасымен ойнап отырған адамдарды көресің. Содан кейін анау футбол ойнап жүрген балаларды, бірақ шыны керек, кейде мен таң қаламын. Осындай керемет жағдайды жасайды, да, сол балаларға. КСК болсын, ата-аналар болсын. Бірақ оған оның тазалығына қарайтын ешбір адам жоқ. Ол неше түрлі ластанған нәрселер, бутылкалар, қағаздар, неше түрлі кір нәрселер жата береді. Бұрышта болсын, басқа поляның ішінде жата береді. Немесе анау су ағатығын овраг дейміз ғой, соның ішінде де сумен бірге сол неше түрлі отходтар жата береді. Содан бастайықшы ең алдымен. Өзінің жүрегі таза болмаса, қолы таза болмаса, ойы таза болмаса, ниеті таза болмаса адам, ондай адам әрине айналасындағы жерді де ластандырады. Әрине ойламайды. Әрине әрбір адам туралы жаман ойлайды. Әрине неше түрлі жаман қылықтар да пайда болады. Мысалы, бізде қазақтарда өте критиканы көтере алмайтын адамдар өте көп. Бірақ критиканы жақсы көреді. Кез келген адамға артынан неше түрлі сөздерді айтып отырады, критиканы артынан айтады. Содан кейін көре алмаушылық өте көп, мақтан ететін адамдар өте көп, мақтаншақтар. Содан кейін жалған сөздерді айтатын өте көп. Тіпті балаларға да көштіп, қазіргі мектептерде болып жатқан, қазір выпускнойды көрсеңіз, прям таң қаласың. Не қылады екен соншама гүлдерді арқалап көтеріп. Ол тек қана сол мақтану үшін істелген нәрсе. Оны сенікі анандай гүл болса, менікі мынандай сияқты, анау как будто бір конкуренция сияқты, да, бір как будто бәйгеге түскендей мына балалар бір-бірімен қайсы күшті емес екенін көргісі келіп тұрады ғой. Сол сияқты еркектерді, әйелдерді машинелеріне отырып алады, менің машинем сенен күштірек деп, үйлерін де сөйтіп салады. Соны қарап отырсаң, түбі қай жерде жатыр десеңіз, түбі орысша айтқанда комплекс неполноценности дейміз ғой. Неполноценность деген өзінің адам өзіне
мынау құндылығын білмейтін адам, өзіне құнын білмейтін, өз адамның мен өзімнің құндылығымды білмеймін, құнымды білмеймін сияқты адам. Сондай ішіндегі жатқан дүниесін де білмейді, мүмкін өздерін таланттары дарынды емес шығар, оның қолынан ештеңе келмейтұғын біліксіз адам шығар, білмеймін. Бірақ алайда дәл осы адамдарда, осындай адамдар өзінің құнын білмейтін адам, өзінің абыройын білмейтін адам, арсыз адамдар да, вот сондай адамдар көбінесе басқаларды көре алмай, содан кейін басқалардың артынан сөйлеп, содан кейін жаманшылық істейтін неше түрлі адамдар бар, түрлі жаманшылық істейтін адамдар бар, астыртын істейтін жаманшылық істейтін адамдар бар. Содан кейін көре алмаушылық, содан кейін іштарлық. Осы жаман сипаттар сондай бір өзінің ішіндегі жатқан бір құнның жетпеушілігінен басталады. Неге десеңіз, ондай адамдар көбінесе жалтақтап басқаларға қарайды. Анау не айтады екен, мынау не дейді екен, ана жаққа барсам маған қандай көзбен көреді екен, менің киімімнен дұрыс па, ана жаққа баратұғын киімім лайықты ма жоқ па дегендей. Мүмкін біреулер күлетін шығар, біреулердің киімдері одан қымбат шығар. Вот қымбатшылық, инфляция осыдан шығады, сендерге айтып қояйын, сіздерге. Себебі бағаны көтеретұғын бізде Қазақстанда дәл қазір болып жатқан инфляция осындай адамдардың арқасында болып жатыр. Себебі олар қымбат, неғұрлым қымбат болса, соғұрлым менікі дұрыс, мен баймын, мен басқалардан өткен күштімін, маған жететін ешкім жоқ сияқты осындай комплекс неполноценности дейміз ғой, осындай сипаттар пайда болады шыны керек. Сондықтан ең алдымен сол ішіңіздегі жатқан дүниені жақсылап тұрып реттеп түсіну керек. Мен қандаймын, мен үшін қандай құндылықтар бар. Мысалы, адамға сондай бір құрметпен қарау, немесе біреуге көмектесу, біреуге қамқорлық көрсету сияқты қасиеттер бар ма жоқ па менде? Мен қандаймын, рухани жағынан мен қалындаймын деп. Ең алдымен адам өз-өзін түсіну керек. Содан кейін барып, егер жетпеушілік болса, бір жаманшылықта, сол жаман нашар сипаттарын алып тастап, орнына жақсы керемет қасиеттерді орнату керек, үйрену керек ол үшін. Мен қаншама видеоларда айтып бердім сізге, алдымен негативтік жағынан бәрін тазалау керек, бәрін кешіріп, ештеңеден қорықпау, ештеңеден алаңдамай, ешкімді жамандамай, тек қана өзің білу, өзің жанын дұрыстап орнына келтіру, ойларын дұрыстап орнына келтіру, и жан таза болса, онда жан арқылы адам одан да рухани жағынан ондан да бұрыннан да жақсылап көтеріледі, сонан кейін үлкен жетістікке жетеді. Ол да туралы сіздерге көп айтқам, ол не үшін керек, қайда апаратұғын нәрсе. Дәл қазір біздің тұрып жатқан уақытымыз, қазіргі эра дейді ғой, қазіргі дәуір демеш, қазіргі уақытта заман кетіп бара жатыр, жаңа заман келеді. Сондықтан бұл заман, ол заман ақыры деп атаймыз бұны. Сондықтан біз әрине осы дәл қазір осы уақытта біз өз-өзімізді түсініп, өз-өзімізді тазалап, жаңа заманға кіру үшін дайын болуымыз керек. Сондықтан қазір біз үшін осындай неше түрлі біздің қазір елімізде болып жатқан адами жағынан және қарым-қатынас жағынан көптеген сондай бір сынақтар болып жатыр. Неге десеңіз, себебі адамдардың арасында қазір адамдарды бөледі. Мысалы, таза адамдар, жүректері таза адамдар, және сол бағанаға айтып кеткен сипаттар бар адамдар ма, бұрынғы менталитетте қалып қалған адамдар ма. Соны түсіндіру үшін, соны көрсету үшін, соны білу үшін алдымен әрине біздің елімізде осындай бір қазір өте күрделі, өте керекті жағдай болып жатыр. Оны түсініп жатқан ешкім жоқ. Сондықтан ең алдымен сіздер қазір бұрынғы видеоларда айтып кеткенімдей осындай өзгерістерге дайын болуыңыз керек. Егер жаңа дәуірге кіремін, ол тамаша дәуір болайын деп тұр, сол дәуірге барамын, кіремін десеңіз, онда ең алдымен сіздер
сол ішкі жаныңызды, ішкі дүниеңізді тазалап, дайындап, басқа бүкіл айналадағы адамдарға, және де билік болсын, басқа жұмыс орын болсын, отбасыңыз болсын, соларға жаңа көзқараспен қарау керек. Тазаланған жүректі тазалап, жанды тазалап, ойды тазалап қарау керек. Сонда ғана сіздің адамдарды және қарым-қатынастарды түсінетін деңгейіңіз қатты өседі. Сол үшін қазірден бастап соған дайындалыңыз. Тазалықты сақтайық. Тазалықтан басталады бәрі. Жүректің тазалығынан, сөздің тазалығынан, тілдің тазалығынан, ойдың тазалығынан басталады. Содан кейін әрине ниеттің тазалығы. Ең алдымен ниет таза болу керек. Ақпейілді адам болуыңыз керек. Сонда ғана жолыңыз ақ болады. Және де айтып кетейін дегенім, тағы да бүгін елімізде қазір қандай билікке біз әрине ашуымыз, көпшілік ашуланады, неше түрлі видеолар шығарады. Соған байланысты сізге айтайын дегенім, біз балабақшада отырған балалар сияқты, тәрбиешілерге қарап отыратын балалар сияқты емес, біз кәдімгідей осы мемлекеттің, осы елдің азаматтарымыз ретінде әрине жауапкершілікті қолымызға алуымыз керек. Біз түсінуіміз керек. Біз әр адамның қолында осы жағдайды жақсартатұғын, экономиканың жағдайында жақсартатұғын сондай бір қасиеттер өзіміздің қолымызда. Соны да қазір жақсылап орнына келтіруіміз керек. Ол бәрі қолымызда. Тек қана бір адамға әрқашан жаман сөздерді айтпай, содан кейін орыстар болсын, Қытай болсын, басқа халықтар болсын келіп жатқан осы жерге, оларға қарап отырмай, көздерімізді ішімізге қаратып, ең алдымен өзімізді жақсылап тұрып орнына келтірейік. Реттеп, мінезімізді да, тәрбиемізді да реттеп орнына келтірейік. Көбірек білім алу керек. Тек қана тиктоктан емес, кітап оқып, жақсылап сондай бір білім алатын жерлерге барып білім алып, білетін адамдардан сұрап, мысалы осы видеоның астында сұрақ болса сізде жазсаңыз болады, мен жауап беремін. Сол сияқты білімді адамдардан әрине білім алу керек. Қай-қайдағы видеоларды тыңдамаңыз. Олар сізге ешқашанда көмек көрсетпейді. Керісінше, оның зардабы көп. Сол жағдайымыз әрине жақсарады, алайда қазір болып жатқан осы біздің иманымызға бойылып жатқан, елімізде жатқан жағдай өте меніңше көптеген сұрақтарды туғызады. Себебі біздің қазақтар 9 ғасырдан бері мұсылмандармыз деп бір ауыз айтқан болғаннан кейін, әрине 10 ғасырда біз уже бүкіл қазақ елі мұсылман елі деп аталды. Соғыссыз, ешбір мәжбүрлемей бізді өз еркімен қабылдаған ислам сол ата-бабаларымыздан қалған. Бұл 9-10 ғасырлар. Ал енді мынау тәңіршілік, тенгрианство дейма, оны әкелген моңғолдар болатұғын. Моңғолдар 13 ғасырда келген. Бізді осы жердегі тұрып жатқан қазақтарды сол уақытта сол тенгрианство, тәңіршілікке сол бірақ оны барлығы сол бет бұрып соларға кеткен болған жоқ. Әрине, көбінесе сол қазақтар мұсылман болып қала берген. Тіпті 14 ғасырда әсіресе сол Мауреннахр жағында тіпті ислам өте қатты күшті болып кетті да, содан кейін біздің Қазақстанымызда да ислам қалған. Неге осы тақырыпты көтеріп отырмын қайтадан? Себебі көптеген адамдар бүгін бұрыс жолмен жүріп, сионистердің айтып кеткен сөздеріне сеніп, солар арқылы өкінішке орай нақты, нағыз бүкіл әлемде қазір осы діндердің арасындағы ең таза, ең керемет дінді, біздің исламымызды соған айырбастап, тенгрианство деген
сондай бір кәпіршілікке айырбастап кетіп қалған адамдар бар. Кейбіреулер айтады, ол тәңір деп бәріміз құдайды айтаймыз. Мүмкін сендердің құдайларыңыз тәңір болса, сөйтіп айтқан шығарсыз. Бірақ алла тағаланың 99 аты бар, и оның ішінде біреуде тәңір деген ат жоқ. Сондықтан оны да біліп алыңыз. Түсінбесеңіз имамдарға барып сөйлесіп, ең алдымен соны түсініп, қандай сұрақтарыңыз болса, сол кісіге, имамдарға немесе маған қойыңыз, мен түсіндіріп беремін сіздерге. Ол дін туралы мен әлі көп айтамын, себебі қазіргі күнде егер біз осы сенімді, иманымызды былай аяқтың астына тастап жүре берсек, онда алла тағаланың бізге дайындап қойған түрлі керемет сыйлықтарды көре алмаймыз, оған қолымыз жетпейді. Неге десеңіз, ондай жағдайда егер халық алла тағалаға қарсы шықса, алла тағаланың орнына басқа біреуді құдай десе, онда алла тағала бізге дайындап қойған сыйлықтарды басқа елдерге барып, сол сыйлықтар таратылады. Неге? Біздің сыйлықтарымыз. Соны да біліп алыңыз. Сол сияқты әрбір адамның тағдырында да ондай болады. Егер жүрегі сондай бір бүгін былай ойлайды, бүгін таза, ертең қайтадан кірлеп кетсе, тағы бір ойлармен, тағы бір қылықтармен бәрін бұзып тастаса, адам өз қолынан шыққан сондай бір өзіне қарсы қателер болса, онда дайын болған сыйлықтардан шыны керек ол қалады, басқа біреуге кетеді. Сондықтан кейбір адамдар аяқ астынан аспаннан түскен ақша сияқты біреудің басына ақша түседі, мысалы, біреуге үй сыйланады, біреуге машина сыйланады, басқа да керемет, одан да керемет рухани сыйлықтар бар. Олар да келеді, бірақ түбін түсінбей тұрған адам сөйтіп қала береді. Неге құдайға сенбей қала береді. Бірақ нақты проблема өзінен шыққан, мәселенің басы сол өзінің қолмен істеген қателерінен шығады. Соны да түсіну керек. Сондықтан әрине біз бір халқы болғасын Аллах тағалаға сондай нық сенім, нық иман болу керек ішімізде. Ішіміздегі тұрған моральдық жағынан, ақылақтық жағынан, содан кейін мысалы әділдік пен адалдық жағынан, содан кейін біреуге көмек көрсету, қамқорлық көрсету жағынан біз ішімізде сондай бір қатты не болса, мындай ағаш сияқты түсінбейді, стержень дейді ғой орысшада, оны ұстап тұрған бірандай қатты сенім болса, онда әрине біз ештеңеден қорғалмаймыз. Барлық сынақтардан шығамыз, өзіміздің күштілігімізді көрсетеміз, өзіміз үшін ең алдымен ештеңеден қорықпай, ешкімді кетіңдер, жоғалыңдар, қыздарымызды бермейміз, ұлдарымызды бермейміз деп сондай бір керексіз нәрселерді айтпаймыз ешкімге. Себебі әр адам өз жағдайын білу керек, өз жұмысын білу керек. Әр адам өз жұмысын жақсылап істесе, өз басы дұрыс, жоғары дәрежеге жетсе, рухани жағынан, білім жағынан, тәрбие жағынан, моральдық жағынан, этикалық жағынан сонда бір жоғары дәреже, жоғары деңгейде екенін көрсетсе, онда басқа халықтар осы жерге келсе үйренеді сізден. Сондықтан оны біреуді қуып, біреуге ананы істе, мынаны істе деп оны ұрсып жатсаңыз, әрине ешкімге ұнамайды ол. Ешкімге ұнамайды. Қазір тары сияқты бүкіл жан-жаққа шашылған қазақтар түрлі мемлекеттерде тұрып жатыр. Біреу де айтты ма, осындай бір надандық бар деп біздің елімізде деп тұрып жатқан елімізде жоқ. Европада да жоқ, Америкада да жоқ, ол ешқайда да жоқ. Сондықтан біз өкінішке орай әрқашан басқа елдерге алаңдап отыратын халықпыз. Өзімізде одан да маған мысалы Японияда көп рет барған жұмыспен. Сонда менің таңғалғаным бірінші тазалық, қатты көңіл бөледі жапондықтар. Сонан кейін екінші жағынан маған ұнағаны, олар ешқашанда өз халық туралы жаман сөз айтпайды. Сонан кейін ешқашанда бостан босқа басқа елдерге көшіп кетпейді. Олар сол көбінесе өз елінде тұра береді. Жұмыспен кетсе, мысалы күйеуге тисе, үйленсе кетеді, мысалы, мүмкін сондай болатын шығар. Бірақ көбінесе халықтың сондай бір өз-өзіне сыйлығы,
сүйіспеншілігі және өзіне көрсететін сый сипат, құрмет мол. Егер басқа халықтардан бірдеңе үйренеміз деп алаңдап отырсаңыз, сол қасиеттерді өзіңізге үйреніп алыңыз алдымен. Басқа бір халықтар келсе, тұрып жатса, бір басқа этностар тұрып жатса, мысалы Токиода көрген басқа халықтардың этностардың азаматтары тұрып жатқан. Бірақ ешқашанда Японияның азаматтардан ешбір жаман сөз естімейді. Құрметпен қарайды ылғи. Соған тырысу керек. Сондан кішкене мінезімізді жақсылап дұрыстап алсақ, онда адамдар келеді қазақ жерімізге. Адамдар келсе, олар әрине біз үшін ол өте жақсы нәрсе, өте жақсы құбылыс. Сондай үлкен жерді, сондай үлкен жерде біз 20 миллион тұрсақ та бәрібір өте аз, өте аз. Бұл жерде тым болмаса 50 миллион тұру керек халық. Біздің еліміз, жеріміз үшін, экономикамыз үшін. И өзіміз үшін де жақсы. Бір танысым болып еді, Рыскүл Махмұд марқұм. Сол кісінің компаниясы болған, 90-шы жылдары бір рет барғам оның компаниясына. Сонда бәрі қазақтар компаниясына отырған. 10 шақты адам бәрі қазақтар. Содан кейін, где-то жарты жылдан кейін бардым қайтадан. Барғам, сонда қарасам, жартысы орыс, басқа да халықтар бар, кореецтер, немістер отыр. Содан кейін сұрадым, Рыскүл, мына бұрынғы қазақтарың қайда кетті деп. Ой, қойшы, мен түсіндім, қазақтарды ылғи басқа халықтармен кішкене араластыру керек, оны алып болмайды екен деп. Сол кісі айтқандай, араластырып отыруымыз керек, бір-бірімізді әйтпесе болмайды. Ондай бұрынғы заманға 15-16 ғасырларға жабысып отырғаныңыз дұрыс емес. Сонан кейін сенің руың қандай, сенің елің қандай, қай жердің елден, сен мынандай болуың керексің, ата-бабаларымыздың айтқан мынандай болу керек, сен де сондай болуың керексің, неше түрлі айтып отырған адамдар, ол дұрыс адамдар емес. Ол әр нәрсе өз уақытында болу тиіс. Ол заман кетті. Оған мықты ұстап отырғанымыз ол заманды дұрыс емес. Ол менталитет бүгінгі кезде ол жарамайды. Қазір бәрі өзгерді. Сол сізді бір артта қалып қалған кейбір адамдар қарап отырсам кейде, әсіресе базарларға, далада жүргенде, автобустарға отырғанда көресің, кейбір адамдар сол 15-ші ғасырда қалып қалған менталитетпен әлі күнге дейін жүр. Соған әрине жаным ашиды, оған ондай адамдарға қарасам, оны әрине өзгерту керек. Мүлдем бәрін нөлден таза қағаздан сияқты жаңа парақты алып, өмірді басынан бастау керек. Бүгінгі кездегі болып жатқан жағдайға лайықты болуы тиіс әр адам. Сондықтан ешкімге қысым көрсетпей, ешкімге дөрекі болмай, ешқашанды жаман сөз айтпай, әр адамды қандай несіні, расы дейді ғой, қандай этносқа байланысты, қай жерден келген оған қарамай, тілі қандай, діні қандай, оған да қарамай, құрметпен қара, әрбір адамға құрметпен қараңызшы, Құдай үшін. Сонда сіз де құрметті боласыз. Бірақ сонымен қатар өзіңіздің деңгейіңізді көтеріңіз. Тек қана гаджетпен диванда жатпай, көбірек ынта болу керек. Ынта болса адамда қиын нәрсе жоқ, ғаламда, білесіз ғой. Сондықтан кішкене тырысу керек, жылжу керек. Әрқашан күнде болса да, күнде бір нәрсені, бір жаңа сөзді білсеңіз, бір жаңа білімді алсаңыз, қайда жатыр. Сондықтан керексіз нәрсені былай қойып, бір-біріңізді ойлауыңыз керек, этика жағынан керемет болуыңыз керек. Тіпті бүгін күнде қазақтар сол этика жағынан өте артта қалғандай сияқты деп ойлаймын, көптеген жағдайда. Мысалы, сағат 3-те түнде, түн ішінде біреу музыканы қатты қойып машинамен тұрады, далада күліп ойнап. Анау үлкен дәу зәулім үйлер ішінде жатқан мыңдаған адамдар, бала-шаға бар, ертеңгі күнде жұмысқа, мектепке баратқан, кейбір ауру балалар бар, ауру адамдар бар. Бірақ оған қарамастан аналар шулап астында, алкаштар кейде бір шулап кетеді. Алкаштар болмаса да арақ ішіп алған, төбелесіп жатады, ұрсып жатады. Ешқашан адамдарды ойламайды. Бір де адамды ойлайтұғын осындай бір топтарды көрген емеспін. Игровой клубтардан шығады, содан кейін ойнап компьютер 40-қа келген дәу жігіттер. Олар да далада күліп, темекі тартып, пиво ішіп тұрады түн ішінде.
олар да оятады балаларды, бала шағаны, үлкен кісілерді да. Сол сияқты қайда барсаң да сол мусорды тастайтұғын адамдар да сондай. Ештеңені ойламайтын, ешкімді ойламайтын, ешкімді құрметтемейтін, ешкімге сондай бір сыйластықпен, жақсы көзбен қарайтын, біреуге көмектесуге дайын, біреуге қамқорлық көрсету дайын, сондай рахымды адамдар да өте аз. Жүректері тастай суық, басым көпшілігі сондай, тастай суық болып кеткен. Тек қана жаманшылық, жаман көзбен қарайды. Соны мүлдем қойымыз керек, мүлдем доғару керек, бірден доғару керек. Содан бастап, сол жаңа өмірден бастап, ертеңнен таңертең тұрғаныңызда айтыңыз, бүгіннен бастап мен жаңа өмір бастаймын. Менің өмірімде жаңа жол басталады, ақ жол басталады. Енді мен ешқашанда жаман сөз айтпаймын, темекі тартпаймын, арақ ішпеймін. Әрқашан айналадағы адамдарға оларды ойлап құрметтеймін. Олар үшін қандай көмек керек, қамқорлық керек, мен көрсетемін оны деп. Әрқашан сондай бір ашық, ақпейілді адам болуыңыз керек. И сонымен қатар өзіңізді да дұрыстау керексіз, бәрін орнына келтіруіңіз керек. Содан кейін жоғары деңгейге көтерілсеңіз, интеллект жағынан болсын, рухани байлық жағынан болсын, жоғары көтеріліп, содан кейін барып, егер бірдеңе айтсаңыз, мысалы президенттің істеген ісі дұрыс емес, былай істесе, былай емес, былай істесе жақсы болар еді деп, әдемілеп оны оқыған адам ретінде, білімді адам ретінде сондай бір сөзді айтуға болады. Бірақ нақты ештеңені түсінбей, білмей, ұрсып жатса, қайдағы сөздерді айтып, балағаттап жатса, ол мүлдем рұқсат емес. Оны да мүлдем доғару керек. Сондықтан қалай бүгіннен бастап жаңа өмір басталсын әр адамның өмірінде. Сонымен қазір келе жатқан жаңа дәуірге бірге кірейік. Қазір осы ақ пен қараның арасында бөліну болады. Ол бөліну қазір жүріп жатыр. Оны әрине Алла Тағала көріп отыр бәрінде. Алайда жақында үлкен өзгерістер болады, соған байланысты ол тіпті бәрімізге де бүкіл әлем көріп отырады. Содан кейін сол бөлініп кеткен адамдардың ажыраталады екі арасын. Содан кейін қалып қалған, жоғары деңгей көтере алмаған адамдар, олар ешқашанда жаңа дәуірге кіре алмайды. Бірте-бірте жоқ болып кетеді. Сондықтан да ертеңгі күні ойласаңыз, өміріңізді ойласаңыз, себебі 5-10 жылдың ішінде бәрі орнына келеді, бәрі жаңарады. Сондықтан біз қазірден бастап ойлайық. Ол тек қана Алла Тағала біледі қашан басталады. Бірақ менің білуім бойынша сол 5 жылдың ішінде біз бәріміз оны көре аламыз, бірақ 10 жылдың ішінде бәрі орнына келеді деп ойлаймын, себебі соған келе жатыр бәрі де. Еліміз әділ, адал, таза болады, табиғатымыз да таза болады. Ол тек қана осындай, мен қазір бағана айтып кеткен адамдардың арқасында болады ондай. Адамдар өздері, бәріміз өзіміз, әрбір тұлға өзін ойлау керек, өзін жақсарту керек. Содан кейін барып айналасындағы әр жерде жақсылық істесе, онда әрбір жақсылық, әрбір адам жақсылық істесе, бүкіл еліміз жақсы болып кетеді, ақыр аяғында арманымызға жетеміз. Солай болсын, қалайық. Көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыз.